Сындар еттім адал еңбек жұмысымды, сағалап келгенім жоқ туысымды. Тізлеп, тартыс жүріп, түзеп алдым, үйші баспанамды, тұрмысымды. Құрметті өнердегі өмірім бағдарламасының көрермендері, осы кітапта жазылғандай, кітаптың бүкіл құндылық сырларын өмірге дамытып келе жатқан біздің бүгінгі күндегі әріптесіміз өнер майталмандарының бірі Мақтақыз Зиятбекқызы. Бізбен бірге болыңыздар. Ұлт руханиятының алтын діңгегі кітапхана десек, сол саланың тынымсыз тіршілігіне бар ынта жігерін арнаған, өмірін арнаулы қызметке адал арнаған жандардың бірі Жеңсікбаева Мақтақыз Зиятбекқызы. Мақтақыз Зиятбекқызы 1965 жылы Жамбыл облысы Талас ауданы Қызыләуіт ауылында дүниеге келген. Ерте жастан білімге, әдебиет пен мәдениетке құштар болып өскен ол, болашақ мамандығында руханият саласымен байланыстырды. Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық институтының кітапханатану және библиография мамандығын тәмамдаған. Еңбек жолын 1985 жылы бастаған Мақтақыз Зиятбекқызы бүгінде 39 жылдан астам жалпы еңбек өтілі бар, ал кітапхана саласында 30 жылдан аса уақыт бойы үздіксіз қызмет етіп келеді. 2005 жылы Шоқан Уәлиханов атындағы Жамбыл облыстық әмбебап ғылыми кітапханасына жетекші маман болып қабылданып, көп ұзамай кітапхана ісін дамыту бөлімінің меңгерушісі қызметіне көтерілді. Жауапкершілігі мол, іскерлікті талап ететін бұл қызметте ол облыстағы кітапхана ісінің жүйелі дамуына зор үлес қосты. Ауылдық кітапханалардың жұмысын жандандыру, жас мамандарға арналған оқыту бағдарламаларын ұйымдастыру, кәсіби байқаулар мен шеберлік сағаттарын өткізу, оның күнделікті атқаратын ісінің бір парасы ғана. Жамбыл облысының атынан түрлі республикалық деңгейдегі конференцияларда баяндама жасап, кітапхана ісінің заманауи бағытта дамуына ұсыныс пікірлер білдіріп келеді. Қызылорда, Алматы, Шымкент, Талдықорған қалаларында өткен мәдени іс-шараларда кітапхана қызметін жоғары деңгейде таныстырып, өңір абыройын асқақтатты. 2016 жылы Жамбыл облыстық әмбебап ғылыми кітапханасының директор орынбасары қызметіне тағайындалған ол, бүгінде саладағы стратегиялық бағыттардың орындалуына, цифрландыру жұмыстарының жандандырылуына тікелей жауапты. Цифрлы Қазақстан мемлекеттік бағдарламасы аясында ашылған коворкинг және ақпараттық орталықтардың тиімді жұмыс істеуіне басшылық етіп, есеп құжаттарын дер кезінде жоғары органдарға ұсынуды қамтамасыз етеді. Көп жылдық адал еңбегі мен кәсіби жетістіктері ескеріліп, Жеңсікбаева Мақтақыз Зиятбекқызы бірқатар марапаттарға ие болды. Ол мәдениет саласының үздігі, кітапхана ісінің шебері төсбелгісінің иегері. Сонымен қатар 2019 жылы Жамбыл облысының 80 жылдығына орай Жамбыл облысына еңбек сіңген төсбелгісімен марапатталған. Әріптестері арасында беделді ұйымдастырушылық қабілеті жоғары, жаңашыл көзқарастағы білікті маман. Оның тәрбиелеп өсірген шәкірттері бүгінде әртүрлі салада қызмет етіп жүр. 2023 жылдың 11 мамырында өткен көркемдік кеңес отырысында Жеңсікбаева Мақтақыз Зиятбекқызының мәдениет саласындағы ұзақ жылғы еңбегі мен жетістіктері ескеріліп, Қазақстан Республикасы мәдениет және спорт министрлігінің алғыс хатына ұсынылды. Армысыздар, құрметті өнердегі өмірім бағдарламасының көрермендері. Өнер жолы тек қана күй, ән, театр және актерлік саласы емес, оның бір қанаты бұл әрине кітапхана саласыды. Сол кітаптың нұрымен, кітаптың зиялылығымен бүгін өмірдің жалғасып атқаны сол емес пе, құрметті көрермен? Бүгін біздің қонағымыз Қазақстан Республикасы мәдениет саласының үздігі Мақтақыз Зиятбекқызы. Мақтақыз әпке, қош келдіңіз. Өнердегі өмірім бағдарламасы бүгін арнайы сіз үшін өзінің есігін ашып отыр. Енді Мақтақыз әпкеміз кітапхана саласы қаяқтан келді, не үшін кітапхана саласыны таңдады? Сіздің өнер жолыңызға бір назар аударып, өзіңізді балалық шағыңыздан бастасақ, нұр үстіге нұр болайды. Балалық шақтан бастаймыз. Қош келдіңіз. Қош келдік. Мен негізі кітапханашы болуды арманда. Балалық шаққа кететін болсам, 9 класста мен негізі өзім Талас ауданының азаматшасымын. Бәрекелді, содан бастайық. Қай елдің қызсыз, қай жұрттың еркесіз деп. Мен сол ұлы жүздің қызымын.
Сол Талас ауданында аудандық орталық кітапханадан кітап алып оқитынмын. Сол жерде бізде атын ұмытып қалдым, бұл неден өтіп кетті ол кісі, Күлән апайым, Күлпаш апайым еді. Сол кісі кітапханаға барған кезде постоянно кітап оқып отырады. Ешін кітап бізді өзіміз аламыз ғой, сол кезде кітап алғаннан кейін өткізетін уақытта ол кісі бізде қандай кітап оқыдың сен, және сол кітаптың мазмұнын сұрайтын. Сол өстіп кітапханашы болам деп армандағанда әкем мені қаламады негізінде. Сөйтті да, мен енді Алматыға барып, осы кітапханашының қыздар педагогикалық институтына барып оқуға түсем деп әкем айтқан кезде, әкем айтты: сен оқуға түссең Алматы қаласына бар, мен мұрнымды кесіп берейін деді. Содан мен Алматыға жол тарттым. Мен сөйтіп 1983 жылы, сол қыздар педагогикалық институтына барып, экзамен тапсырып, үйге қайтып келдім экзаменнен кейін. Түстім деп әке-шешемді қуантайын деп келсем, әке мен шешем аулада тұрды, жаңа үйге кірсем аулада тұр. Сөйтті маған жоламайды да, қарай бетіме қарап тұр әлі. Сөйткен әкемізді біз тәте дейміз. Тәте, мен оқуға түстім ғой деп, мұрныңызды кесіп бересіз бе деп күлдім әкеме. Сөйтіп, ой, иттің қана қызы деп құшақтап сүйіп жатыр. Содан кейіннен сұраймын ғой, неге әке сен тұрып қалдыңыздар деймін да, сен неге тұрып қалдыңыздар сіздер мен келгенде, сен бүйтеді ғой. Сен кетіп бартқанда, мен кетіп бартқанда үлкен чемоданмен кеткем ғой. Сол чемоданмен сен қайтып келген кезде ойладық деді, чемоданмен кетіп, чемоданмен қайтып келді ғой деп. Сөйтіп, бұл қыз түспеді ғой деп ойладық дейді. Бірақ мен сөйтіп кітапханашы мамандығына сөйтіп 83 жылдары оқуға түсіп, тамамдап, сөйтіп мен сол институт оқып жүрген кезде, бізде ол кезде направлениемен жіберуші еді ғой, басқа жаққа, басқа облысқа. Сөйтіп мені 87 жылы жаңағы институт тамамдайтын уақытымда мені Қостанай облысына жіберді. Сол жаққа жаңағы неңізді өтесіз, практикаңызды өтесіз деп. Алайда мені әкем қаламады. Сөйтті да өзіміздің өңірге келіп, өзімізден ақ қызмет жасай бер деп, сөйтіп мені Талас ауданына жұмысқа алды. Өзіңізді туған жеріңізге қайтып келдіңіз? Қайттан оралдым. Сөйтіп алғаш менің кітапханадағы еңбек жолының өмір ағысына жол бастаған Еркебаева Баршан деген әпке болды. Ол кісі дүниеден өтіп кетті. Сол кісінің қол астында жұмыс істедім. Одан кейін осы біздің кітапхана саласында біраз жыл жұмыс істеді. Өздеріңізді білесіздер. Кеншімбекова Жанат деген әпке болды. Сол кісілердің өмір сабақтарынан өттім, өмір жолдарынан өттім. Сол кісілерден тәжірибе алдым деп айтсам болады кітапханада. Сол менің осы кітапхана саласына жұмысқа келуімнің бір себебі. Маған негізі жұмысқа келуім себебі сол апайдың кітабы оқып отырып, жаңағы бізден жаңағы оқыған кітаптарымызды туралы түсінігімізді сұрайтынды, қызықтыратын мен. Солай келдім мен осы кітапхана саласына. Рахмет. Мақтақыз әпке, енді әрине барлық біздің өнер саласында жүрген ағаларымыз, әпкелерімізге мұндай сұрақ қоймайым. Өйткені барлық өзіміздің әріптестеріміздің өзінің жолы, өзінің саласы бойынша соған жақырақ сұрақты қоям. Бірақ қазір сізге қоятын сұрағым өте қызық болып туылуы мүмкін. Міне, шүкір Аллаға 40 жылға жақын кітапхана саласында жұмыс істеп келе жатырсыз. Бұл енді сіз бүгінгі таңда бағанағы саусақпен санарлық мамандардың ішінде екіншісі немесе үшіншісі болып саналасыз. Ол ақ, ол бар, оны біз санауымыз керек. 40 жылдық өмірде нені көріп, нені алдыңыз? Жақсыдан жақсыны, жамандан жаман. Жаманды жаман деме, жақсылығы болуы мүмкін. Жақсыны жақсы деме, ондан да жамандық шығуы мүмкін. Мен осы салада жұмыс деген дұрыс айтасыз. Жұмыста қызметте осы кітапханада жұмыс істеп жүрген кезде жақсы адамдар да болады, и жаман адамдар да болады. И әр пиғылда адамдар да болады. Мен бағана жаңа айтып кеттім осы сіздерде, жаңа Баршан әпке деген кісіден, мен ол кісіден бір нені үйрендім. Адалдықты үйрендім. Мысалы, ол кісі өзі қайратты болатын. Сондай
сөзге батыл айтатын, батыл сөйлейтін кісі болатын. Мен сол кісінің сондай жерін жақсы ұнаттым. Алайда одан кейінгі мен жаңағы айтып жатырмын ғой. Одан кейін бізде мен Қаратау қаласында жұмыс жасадым. Қаратау қаласында мәдениет үйінде жаңа Ілияс Жансүгіров атындағы қалалық кітапхана болатын. Сол жерде жұмыс жасадым. Сол оқуды бітіріп келген кезде. Сол кезде бізде Роза Алибекова деген бұрын осы Тараз қалалық орталықтан кітапхана жүйесінің директоры болды, осы 1-4 жылдай болды. Ол кісінің еңбек зейнетке шыққанына. Сол кісінің қарамағында жұмыс жасадым. Сол кісімен жұмыс жасаған кезде де мен де сол кісіден бір қайраттылықты, ізденімпаздықты, содан кейін адамгершілік пен адалдықты үйрендім мен сол кісінің бойынан да. Оның адалдығını неден сездіңіз? Мысалы бір қандай да бір не болмасын, мысалы мен айтайын, тоқырау кезінде 97 жылдары мен жұмыс жасадым ғой. Сол кезде мені сол мекемеде қысқарту болып жатты. Сөйтіп қысқарту болып жатқан кезде енді бәріміз енді ол кезде сіз мен алып қалыңыз немесе былай деп айта алмайсыз ғой мысалы. Бірақ сол кісінің бір несі көзқара, адамға деген көзқарасы или адалдығы деп ойлаймын өзімде. Жоқ, бұл қыз жұмыс істейді. Бұл жұмыс істей алады. Біз бұндай маманды жоғалтпайық деп басшыға барып, мені өзімді ертіп барып, сөйтіп мен осы неге жұмысқа алып қалған сол кезде. Тоқырау кезінде қысқарту болып жатқан кезде. Ол да мен үшін не деп ойлаймын, жаңағы менің жұмысымды бағалауы, ол кісінің мүмкіндікті алдын ала көре білгендігі, и ол қызметкерге деген адалдығы да шығар деп ойлаймын сондай. Енді жаңағы не айтқандай, одан кейінгі осы еңбек жолымдағы өзім осы Тараз қаласына Шоқан Уәлиханов атындағы облыстық ғылыми кітапханасында 2005 жылдан бері жұмыс жасап келе жатырмын. Сол жұмыс жасаған жылдары басшыларда болды. Риза Кеңесбековна деген бізде кітапхана директоры болды, ол кісімен де жұмыс жасадым. Одан кейінгі біздің осы қазіргі бүгінгі таңда жұмыс жасап жатқан Әбденова Эльмира Елеусізовна, бұл кісіден де көп нәрсені өзім жас бола тұра Эльмира Елеусізовнадан көп нәрсені үйренуге болады. Іскерлігі, батылдығы, сөзінің өтімділігі, сол қайсарлығы маған ол кісіні ұнайды. Мен де сондай, осыншама жас келсем де, менде ондай қасиет жоқ қой деп ойлаймын да кей кезде. Ондай бола бермейді екен. Ондай болу да бір адамға басқаша болу керек екен деймін да. Ондай адам болу үшін басқаша болу керек шығар. Бірақ мен қызығам да, бірақ мен ондай бола алмайды екенмін деп ойлаймын да. Енді Мақтар Қазақке тағы да бір сізге әдемі бір сұрағым бар. Жұлдызды аспанда деп ойлайсыз ба, немесе табалдырықта? Өте не сұрақ қойдың ғой. Қалай түсіндіруге болады бұны? Енді бұл адам, негізінде адам жұлдыз болам деп ойламайды деп ойлаймын. Ол адамның өзінің ойлау қабілетіне, адамның өзінің қасиетіне байланысты сол жұлдызбын деп ойлайтын шығар деп ойлаймын ше, адамдар. Жұлдызды адамдар өздері жасайтын шығар деп ойлаймын негізді. Жұлдыз болуда да. Бұл сіздің ойыңыз? Менің ойым. Жұлдызды адам өздері жасайтын шығар деп ше. Мен жұлдызбын деп. Мен мынандай жоғары недегі неғылдым, жоғары белестерден, биіктерден көріндім. Яғни мен жұлдызбын деген өздері жасайтын шығар деп ойлаймын. Ал мен өз басымда ондай жұлдыз болу, немесе жұлдыздық қасиетті болу деген ешқандай ойымда да ештеңе де болмаған. Жұлдыздарға сіздің көзқарасыңыз қандай онда? Енді әркім әрқалай ойлайды ғой жұлдыздарға көзқарасымыз. Енді олар меніңше жұлдыз болдым деп шарықтаудың қажет жоқ деп ойлаймын меніңше. Оны сол жұлдыз болған адамды халық білсе, ел білсе, соның өзі жұлдыз емес па? Оның өзін жұлдыз önде санаудан көр. Рахмет. Сіз өзіңізді кім деп санайсыз? Мен жай кітапханашым деп санаймын өзімді.
Бұл өнер жолында. Адамгершілік тұрғыда? Адамгершілік тұрғыда бала тәрбиелеп отырған ана, отбасының отан анасы, солай деп ойлаймын мен негізінде. Сіз енді қараң, Мақтақызы әпке, жұмысты алға қоясыз ба, немесе отбасылық? Осы сұрақты бізде папамыз айтады. Мен негізінде бірінші отбасыны қоямын алайда. Бірақ папамыз деген мен жолдасымды айтып отырмын. Сол кісі айтады, сен бірінші жұмысты қоясың алға дейді. Сен қандай да болмаса бірінші жұмысты айтып отырасың ылғи да, и жұмысты, семьяны, отбасыңды екінші қоясың сен. Одан кейін барып, ылғи да жүрсең, ылғи да жұмысты айтып отырасың. Қай жерде болмаса да жұмысты айтып отырасың өзіңнің. Пікірің бәрі жұмыс, ойың бәрі жұмыс болып кеткен деп айтады біздің жолдасымыз. Алайда мен өйтіп ойламаймын, өзімнің бірінші нем ол отбасын ойлау керек. Сондықтан отбасында алдыңыздағы қойған мақсатыңыз бірінші отбасылық. Рахмет. Енді екінші сұрақ, қазір сөзіміздің арттан сөз жалғасып кетіп, орта буындағы сол бағанағы орта буынға жетіп келген сөздерді қосылып айтылып кетті. Қашан күйеуге шықтыңыз? Ол сіздің нағыз махаббатыңыз болды ма? Немесе көз ашып көргеніңіз? Қызық сұрақ, нағыз махаббат па, көз ашып көрген? Мен негізі тұрмысқа, қалай айтсам екен, 40 жасымда тұрмысқа шықтым негізінде. Үйдің үлкені болдым. Әкем ертерек дүниеден қайтты. Өзімнен кейін 7 бауырым болды. Соларды жеткізейін, соларға көмектесейін деген, және шешеме де көмектесейін деген оймен біраз уақыт жүріп қалдым да. Сөйтіп 40 жасымда қазіргі жолдасым, Ошақтың тумасы, сол кісіге тұрмысқа шықтым. Аллаға шүкір, бір қызымыз бар ортамызда. Бүгінгі таңда мектеп табалдырығын бітіргелі жатыр. Сондай өмір менде. Мақтақызы әпке, егер өмірге қайта оралғаныңызда тағы да осы кітапхана саласын таңдайдыңыз ба, немесе басқа бір салаға кетіп қалдыңыз ба? Мұғалім ба, немесе юрист ба, мүмкін мүлде бір басқа саланы таңдайдыңыз ба? Егер мен басқаша қайтадан толып дүниеге келетін болсам, мен басқа мамандық иесі бола алмайтын сияқтымын. Өйткені мен өзімнің таңдаған маманым кітапхана болғаннан кейін, кітаппен байланысты болғаннан кейін, мен басқа мамандықты таңдай алмайтын сияқтымын. Оны көз алдыңызда келтіре алмайсыз? Келтіре алмаймын да, елестете алмаймын. Немесе мен медик болуды, немесе басқа экономист болу, немесе жаңағы есепші болуды мен көз алдыма елестете алмаймын да. Ондай келмейтін сияқты мен қолымда. Бұл демек, бұл тума талант деп қабылдайсыз ғой өзіңізді, өнеріңізді, өзіңіз салаңызды? Өзімнің саламды, өзімнің Аллаға неған, осы бұйырып тұрған, осы менің өзімнің мамандығым, өзіме жаныма жақын мамандық деп санаймын. Енді Мақтақызы әпке, бағана біздің бағдарламамызды өзінің арнайы бір кішкентай бір бабы бар. Ол бапта сіздің өнер жолыңызда, өмір жолыңыздағы уақиғалардың ішінде есте қаларлы ең бір күлгілі бір уақиғаны естесеңіз. Қандай бір приключение дейді ғой, сондай приключение жұмыста. Енді әрине сіздердікі өте бұлай оқырмандармен ондай кез келген жерде күлей бермей, сатира сіздерден кішкене алысырақ. Менің өзімнің бір қатты ойымда қалғаным мынандай оқиға болды. Әлібек Әмзиевич осы бізде басқармада басшы болып тұрды ғой. Сол кісі, мен осы неге Шоқан Уәлиханов атындағы облыстық ғылыми кітапханасына 2005 жылдары жұмысқа келдім деп айттым ғой. Сол жылдары Әлібек ағалар біздің жаңағы басқарма Шоқан Уәлиханов кітапханасының оң жақ қанатында отыратын. Оң қанатта отырады. Оң қанатында отыратын. Содан бір күні обед кезінде мен жаңағы қолымда шелегім бар, су алайын деп шықсам,
Әлібек Әмзеевич алдынан шығып қалды да, ей, мына үгімға қандай қаты менің алдымнан шыққан дегені. Ана жерде ана шелегімді қоярымды, не қоймасымды білмеймін да, тұрбан бүйтіп тұрып қалғым ғой. Сөйтіп бетіне бір қаратып өтіп кетті да. Содан жаңа дірілдеймін ғой жаңағыше. Маған сөйтіп айтты деп жаңағы не батырмын ғой. О кезде кітапхана директоры Риза Кеңсебек еді. Сол кісіге айтамын, Риза Кеңсебек маған сөйтіп айтты ана кісі десем. Ничего, ештеңе кетпейді, байқамаған ғой, сізді не қылмаған ғой дейді да. Сондай бір сол кезде сондай бір қатты есімде қалды да. Марқұмды сын еспаса еді ғой. Иә, сондай еді ол кісі. Содан ол кісі осы кейін жылдары, 2009 жылдары біздің Шоқан Уәлихан атындағы кітапханада не болды ғой? Күрделі жөндеу жұмыстар жүргізді ғой. Содан бір күн жаңағы нелерді неғып жүрміз? Бөлімдерді аралап жүрміз да. Сөйтіп бөлімдерді аралап жүрміз. Ана жерде айтып жатыр ғой. Сөйтіп бейт тұрдым да. Әлібек аға айттым. Әлібек аға, сіз есіңізде ме? Мен осы Шоқанға келген кезде сөйтіп айттым десем. Мен не айтпаймын мен? Айтсам айтқан шығарым дейді да, жаңа дауысын айтып. Сәл есіне кетеді, бірақ негізі ол кісі дара тұлға. Орны бөлек кісі ғой енді бұл кісі. Сол қатты есімде қалған да осыны. Енді Мақтақыз әпке әрине кітапхана саласының өзіні бүгінгі таңға дейін ашылмаған бір қырлары бар. Ол шындық. Сол кітапхананың сырларымен бөліссеңіз көрермендерімізге. Қазіргі мына кейін кезде біздің оқырмандарымыз автоматтандыру электрондық жүйеде интернет жүйесі дамыған болғандықтан біздің оқырмандарымыз көбінесе мынау неге заман ағымына қарай электрондық жүйеге көшті ғой. Сонда мысалы қазір оқырмандарымыз көбінесе кітапты олар мынау сотка, қолдарындағы сотка арқылы оқығанды дұрыс көреді да. Алайда ол соткадан электрондық жүйеде оқығаннан гөрі кітапты ұстап оқыған пайдалы негізінде. Ол кітапты ұстап оқығандағы адамның оқығанда ол адамның есінде қалады, ойлау қабілеті дамиды және адамның рухани дами отырып, оның сөз саптауы дамиды деп ойлаймын. Сондықтан біздің өзіміздің кітапханаға келген оқырмандарға көбінесе біз кітапты электрондық жүйеде емес, біз жаңа кітаптың өзін ұсынуға біз өзін ұсынамыз, кітаптың өзін ұсынамыз. Сұрап келген сұраныстарын біз кітап беру арқылы не қыламыз, ұсынамыз да, электрондық жүйе емес. Сондықтан бізде соңғы кезде осы бір 5-6 жылдың көлемі болды соңғы. Қазіргі оқырмандарымыздың бет алысы жақсы. Бұрынғыдай мысалы электрондық жүйеде емес, қазір кітап қолдарына алып оқиды. Уже сондайға дағдыланып келе жатыр біздің оқырмандар қазіргі бүгінгі күнде. Сонымен қатар бізде кітапханада оқырмандарды кітапханаға тарту мақсатында бізде әртүрлі мысалы жобалар бар бізде. Ел болып оқимыз жобасы, жазушымен бір күн жобасы, сонымен қатар осы жобалар арқылы біздің жергілікті ақын жазушыларымыздың шығармаларын насихаттаймыз. Ол қандай насихаттау? Мысал, бізде шығармашылық орталығында іс-шаралар ұйымдастырылады. Иә? Біздің көпшілік көрермендерімізге де бұл әрине бұны айтуымыз керек, Мақтақыз әпке. Бүгінгі таңда ол шындық, оны мойындауымыз керек. Кітап оқу өте төмендеп кетті. Бірақ сіз қазір айтып отырсыз, басқа жылдарға қарағанда мүмкін қазір оның деңгейі өсіп жатқан шығар. Бірақ дегенмен қазіргі таңда кітапхана саласында оқырмандардың кішкене азайып жатқаны сезіледі. Енді сол бүгінгі бағдарламамыздан пайдаланып, сіз кітап оқырмандарды тағы да қалай сіз библиотекаға көп қатынау, кітапқа көп назар аударып, көп кітап оқуға сіз өзіңізді ойыңызды білдіресіз? Қазіргі жастар, жаңа өзіңіз айтасыз, оқымайды. Қазіргі адам жастар емес, негізгі
халық оқымайды ғой деп жатырсыз ғой жаңағыдай. Бірақ алайда біз оқырмандарымызды жаңағы бізге келген, мысалы, бізге келген, келіп кітапхана қорына келіп түскен жаңа әдебиеттерді таныстыру арқылы, және сонымен қатар мәдени іс-шаралар өткізу арқылы, әртүрлі форматта мәдени іс-шараларды өткізу арқылы біз оқырмандарды кітапханаға тартамыз. Және сонымен қатар біз оқырмандарға бетері наданмен дос болма, кітаппен дос бол деп айтар едім. Кітап оқу арқылы адамның жаңағы ой өрісі дамиды, сонымен қатар рухани байыт деп жатырмыз ғой. Сол сияқты мен кітап оқуға келіңіздер. Біздің кітапханаларда сіздер сұраныстағы кітаптарыңыз біздің кітапхана қорында бар. Келіп оқысаңыздар болады дер едім. Рахмет. Бұл әрине білмеймін, сіз бұған қандай қарайсыз. Әрине бұл барлық адамда бар. Мақтақыз Зиятбек қызының арманы. Енді армансыз адам болмайды ғой. Мен, мысалы, өзімнің осы мамандықты айтатын болсам, мысалы, мен кітапхана саламның өсіп өркендеуін қалаймын. Және сонымен қатар оқырмандарымыздың көп болғанын қалаймын. Ал менің жеке өмірімде өзімнің отбасымның аман, бір түйір қызымның келешегі зор болса екен деп армандаймын. Орыстар айтады, старые добрые времена деп. Қызыға. Енді сол бүгінгі таңдағы біздің өркендеп бара жатқанымызға қарап, өткен тарихыңызды армандайсыз ба? Әрине армандаймын. Ол өткен өмірде қазіргі мен салыстыру мүмкін емес. Олар енді көз алдыңда қалады ғой, енді бәрі елес болып қалады. Бірақ ол кез, меніңше ол кез қызық. Өткен кезіндегі мен өмірімде қызық. Ал енді құрметті көрермен, өнердегі өмірім бағдарламасымен өздеріңіз таныс болдыңыздар. Тағы да бір қайталап айтып өтіп кетейін. Кітапхана саласының маманы, кітап сүйуші, Қазақстан Республикасы мәдениет саласының үздігі, Жамбыл облысының құрметті азаматы Мақтақыз Зиятбек қызы бүгін бізбен бірге болды. Рахмет, аман болыңыздар, құрметті көрермен. Әр уақытта бірге болайық. Сау, амандықта кездесейік.